жаңағы бізге келіп бұл қандай кабинет деп сұраған болатын. Біз роботехникамыз, осындай роботтар жасаймыз деп. Үйде компьютер болғаннан соң соған микрофон сатып алып 2000 теңгеге. Ән жазуға қызығып кеттім. Фонограмма бар ғой, дыбыс жазып минусовканың үстіне. Бірақ енді интернет нашар болғандықтан ең төменгі сапасы бар ғой, 240p деп тұрады ғой. Сонымен көретінмін кодтарды. Болдыр дұрыстап көрінбейді. Қазіргі таңда халықтың ойы екіге бөлінген да. Жасанды интеллект дұрыс, ол керек, ол қалай ойлау керек екенін тиімділігін көрсетеді дейді. Ал кейбір тұсы екінші ұшында халықтар олар жасанды интеллект бізге қажет емес. Біздің ауылға ондай дүние бір экзотика сияқты көрінді да. Содан жаңалық сияқты. Жаңалықты, иә. Одан кейін университетте бірге оқитын балалар көмектескен үшін пирожки алып беретін. В общем, 4 жыл бойы пирожкиге тойып шықтым ғой, не деп осы. Мынандай робот, осылай істегенге керек. Мынау мусор тазалайды, мынау басқасы. Біздің елде су жетіспейді, мынау су тартады деген сияқты дүниелерді, көп нәрселерді айтады. Біздің ең үлкен минусымыз қазір инфрақұрылым жоқ. Моторлар керек, осындай датчиктер керек деген секілді. Оның бәрін не Қытайдан, не Америкадан тапсырыс беріп күтіп отырамыз. Жалпы бала кезіңізде техникаға деген қызығушылық қайдан пайда болды? Алғаш қалай басталды? Болашағыңызға қалай әсер етті бұл қызығушылық? Енді бала күнімде негізінен сағат, DVD сияқты техникалар болды ғой. Солардың ішін ашып көріп, қалай жұмыс істейді деген сияқты сол қызық болатын өзіме ше. Сөйтіп, үйде отырып алып жаңағы ішін ашып көрейін деп, бұзып қайттан жинап, сондай қызық болатын. Конструктор құрағанға қызығатымын. Сол жаңағы техникаларды бұзғаннан кейін қайта жинасам көбіне артық детальдар қалып қала береді. Сөйтіп, содан басталды деп ойлаймын қызығушылығым. Одан кейін біраз өскеннен кейін телефондар пайда бола бастады. Сол кездер үлкен кісілер телефондарын жөндеп алып келетін. Өзіме бір оңай сияқты дүние сияқты болып көрінетін негізі ше. Одан кейін компьютерлер пайда болды үйімізде. Содан енді болашақта бір 9-шы сыныптарда ғой шамамен мамандық таңдауға жет болды да. Қандай мамандық таңдарымды? 2 мамандық болды. Либо экономист боламын, яғни бухгалтерия саласына қарай барам, болмаса IT саласына деп. Өзім енді техникаға екеуім болғандықтан сол IT саласын таңдадым. Университетке түсер кезде, жалпы университетте робототехникамен танысқан кезде қандай қиындықтар, қызықты сәттер болды? Жалпы ең алғашқы робототехникамен танысу қалай болды сіздерде? Ең алғаш сол университет қабырғасында жүрген кезімізде роботтар болып келген болатын. Соларды құрастырып, енді құрастырып болғанын бір бөлек, одан оның программасын жазып бір жүргізіп көрген кезде екінші бір өте қызық дүние ғой. Біздің балық кезімізде осындай дүние болса ғой деп өте қатты қуанатынбыз. Жалпы енді мен балық шағымда тоже айта кететін болсам, Матай Байысов деген ауылда туып өстім, Ескелді ауданында. Матай Байысов. Қарабұлақтың астында, иә. Сол жерде туып өстім. Енді денсаулығыма байланысты мүгедектігім бар ғой. Содан үйден оқитынмын. Бірақ енді НТ-ға дайындық кездерінде жоғары сыныптарда мектепке күнде барып келіп қатынап сөйтіп оқыдық, өйткені дайындалу керек деген сияқты. Сондай. Сонымен қатар ең алғашқы кәсібім бірі сол бала күнінде. Үйде компьютер болғаннан соң соған микрофон сатып алып 2000 теңгеге. Ән жазуға қызығып кеттім. Фонограмма бар ғой, дыбыс жазып минусовканың үстіне. Соған қатты қызықтым. Енді біздің ауылға ондай дүние бір экзотика сияқты көрінді да. Содан жаңалық сияқты. Жаңалыққа, иә. Бір өзім өлең айтып көрем ба деп жібердік, достарым таратып. Сонымен в общем жаңағы не болады ғой. Күзгі бал, жаңа жыл деген сияқты мерекелер болған кездер. Телефонға дамыл жоқ. Күнде бүткіл алмаған келеді, ән жазып берші деп. 500 теңгеден, 1000 теңгеден сөйтіп жазып беретінмін. Енді ауылда енді бәрін танисың ғой былайша айтқанда. Содан алғашқы кәсіп. Біреу достарың, көршің деген сияқты көбіне тегін жазып беретінмін. Сондай сөйтіп қызық болады негізі. Одан енді жоғары сыныптарға өткеннен кейін жаңағы тестіге дайындалу керек бар. Уақыт тапшы болды да көбіне оқуға, білімге
көңіл бөлу керек болды, сондықтан ол істі тоқтатып қойдық. Содан енді тапсырдым. Енді да ол кезде бізде 125 ұпай болатын, ең жоғарғы ұпай. Сол 125 ұпайдың 100-ін алдым. Сөйтіп Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетіне оқуға түстім. 4 жыл бойы сол ауылдан қатынап оқыдым. 125 орыс тілін санамағанда ғой ше. Орыс тілмен бірге қойдым, 125. Орыс тілмен бірге. Барлығы бірге, солай болды, Жалпы университет кездегі алғашқы жобаға оралайықшы. Жобаңызды бастаған кезде ең басты мотивация қандай болды? Жалпы қандай құндылықтар сізге жетекшілік етеді? Мотивация десеңіз, мен негізінен бір адамдарға өзім бір пайдамды тигізетіндей, менің бір өнімді қолданатындай. Яғни мен бір мақсатым бір ақша табу да бар, бірақ оның алдында сол адамдарға көмек көрсетіп, өзімнің бір немді тигізгім келді, үлесімді қосқым келген. Енді өте көп жолмен айналыстым негізі. Өйткені қайсысы ыстық? Бәрібір қызық қой. Соның ішінде ол кезде мен университет қабырғасында жүрген кездер бірінші, екінші курстарда ғой, қателеспесем. Сол кезде повышенный стипендия алатынмын. Сол стипендияма 24 мың теңгеге Алиэкспресс бар ғой сол кездері. Содан ең қызықты деген дүниелер сатып алып, қайттан сатумен айналыстым. Енді сол ең алғашқы кездері өте қызық болған. Бірақ жаңағы қаржылық жағдайын дұрыс ойластырған жоқпын. Неге десеңіз, 200 теңгенің затын сатып алып, оған 500 теңгеге тегін доставка жасап беретін. Әрине клиенттерімді бірталай негізі тез-тез өтіп кетті заттарым алған. Бірақ минусқа сатып жатқандықтан ол істе алысқа барған жоқ. Сондай қызықтар болған. Одан кейін университет қабырғасында жүрген кезде біздің мектепте деппін, университетте стартап академия ашылды. Яғни сол жерде өзім жаңағы инновациялық жаңа жобаларыңды ойластыруыңа болады, сол бойынша үйретеді деген сияқты ғой. Содан алғашқы жылдары бірінші жылы қатыстым, екінші жылы қатыстым, түрлі идеяларды ұсына беретін әйтеуір. Қазір барлығы есімде жоқ. Одан бірақ 3 жыл бойы ешқандай да орын алған жоқпын. Себебі менде тек қана идея күйінде болды да көптеген дүниелерім. Одан кейін әр жыл қатысқан сайын жақсарта бердім. Әйтеуір 3-ші, 4-ші жыл курстарда сол орын ала бастадым. Орын алып, өйткені мықты нәрселер ұсындым ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп, сол 4-ші курста оқып жүрген кезімде университетке жұмысқа орналастым. IT орталығына программист болып. Сол жерде жарты күн жұмыс істейтінмін. Одан кейін инклюзив IT деген әлеуметтік жобалар байқауы басталатын. Оған дейін мен университетте жүрген кезде қосымша жаңағы программированиені үйреніп алдым ғой. Сол университетке алғаш түскен жылдары, бірінші курста ғой, программирование мүлдем түсініксіз болды да басында маған. Қиын сияқты түсінбей қойдым. Содан өзім үйден өзімде іздене бастадым. Өзім ауылда тұрам, бірақ интернеттен нашар, ал біздің ауылдашы. Жаңағы программалаудың онлайн сабақтарын көріп бастадым қосымша. Бірақ енді интернет нашар болғандықтан ең төменгі сапасы бар ғой, 240p деп тұрады ғой. Сонымен көретінмін кодтарды. Болдыр дұрыстап көрінбейді. Бір аптаның ішінде тез сөйтіп мұғалімдерден білмеген жерін сұрап, ютубтан қарап, сөйтіп тез үйреніп алдым. Одан кейін басында сол өзім үйреніп алғандықтан группаластарыма көмектестік. Одан кейін университетте бірге оқитын балалар көмектескен үшін пирожки алып беретін. В общем, 4 жыл бойы пирожкиге тойып шықтым ғой, не де болса. Сөйтіп басталды енді қызығушылығымыз. Содан 4-ші курсқа таяу сол инклюзив IT деген әлеуметтік жобалар байқауына қатыстым. Ол жерде сол өзіңді идеяңды ұсынып, IT бойынша білім алып, ары қарай грант ұтып алуға мүмкіндік болған осы Талдықорғанда. Содан сол жерге, неге сол уақыттарда мен басқа адамдарға программалау бойынша үйретіп жүретінмін индивидуалды түрде. Мысалы, ол кезде менің жеке ноутбугымда болмаған негізі. Содан
әлеуметтік объявление дейді ғой, шығарып қоятын нелер болды ғой. OLX-қа нені қойып қойдым, жаңағы программалауды үйретем индивидуалды түрде деп. Жарнама. Жарнамамды қойып қойдым. Енді ол кезде өзім ноутбугым болмағандықтан жаңағы оқитын, үйренгісі келетін адамдар өздері ноутбуктан алып келетін. бір адам ғана оқытатын, сөйтіп. Солай бастадым, бірақ енді өзімнің жаңағы отыратын жерім деген сияқты болмағандықтан кез келген жерде отырып оқи беретінбіз негізі, қай жер бос сол жерде деген секілді. Сөйтіп енді сол іс қолымнан келіп тұр ғой негізі, басқа біреуге білім беру, үйрету деген сияқты ше. Содан осы ісімді ары қарай дамытайын деп, сол жаңа инклюзив IT деген әлеуметтік жобалар байқауына программалау бойынша мектеп ашам деп ұсынған болатынмын. Бірақ сол жердегі бизнес тренерлеріміз қазір сонымен қатар робототехникада қарқынды дамып келе жатыр ғой, сонда бірге қосып көрсеңші деп ақыл кеңесін берген. Содан робототехника және программалау мектебі деп жоба жасадым. Сол жобам қуанышқа орай өтті, сөйтіп грант иелендім. Негізі сол жылы тағы да бір қызық оқиға болған. 2018 жылдың басы ғой. Сол кезде тәтем маған күнделік сыйлаған болатын. Арман мақсаттарын жазуға болатын. Тура 2018 жылдың басында осы жылдың соңына дейін мен 1 миллион теңге табамын деп жазып қойғам ғой, мақсат ретінде ше. Сөйтіп жаңағы әлеуметтік жобалар байқауын ұтып аламын. Тура сол жылдың қараша айында 1.100.000 емес, 900.000 емес, жаңа. Тура мен қалай 1 миллион теңге деп жаздым, сол 1 миллион теңге ұтып аламын ғой. Ана жазғаным негізі мақсаттар жазу керек дейді ғой, шынымен де орындалады екен негізі. Бірақ содан кейін 10 миллион теңге деп жаздым, болмай қалды. Келесі жылға. Сөйтіп сол 1 миллион теңге ұтып алып, сол 1 миллион теңгеге 3 ноутбук сатып алдым, 3 робототехника жинағын сатып алдым. Кішкентай ғана жерде аренда қалып, балаларды оқытып бастадық. IT мектеп аштыңыз. Мектеп болғанда бір ғана кабинет қой кезде. Сол кабинет аштық. Жалпы қалай дамыды ол мектеп? Қазіргі таңда үлкен мектеп қой? Негіз басында 5-6 оқушы ғана келетін негіз. Әлеуметтік желілер арқылы оқушылар жинап алдым. Сол 5-6 оқушыдан бастадым. Өзіңіз ғана үйреттіңіз ол кезде? Өзім болып, университеттегі бірге оқыған студенттеріміз бар ғой, сол қыздар, жігіттер тоже көмектесетін арасында қажет болған жағдайда. Мысалы, сенбі жексенбі күндері мен келе алмаған кезде сол кісілер сабақ беретін. Сол кездегі мұғалімдер негізі кейбір әлі күнге дейін жұмыс істеп жатыр, бізге бірге жұмыс істеп жатырмыз. Негізі басында сол 5-6 бала келіп жүрді. Мен ол кезде жарты күн университетте жұмыс істеймін. Жарты күн өзіміздің орталығыма келіп сабақ берем. Одан кейін университеттен алатын жаңа жұмысынан жалақым бар, повышенный стипендиям бар. Соның барлығын қосып осы орталықтың шығындарын жабатынмын ғой. Енді ол түскен қаражат жаңағы шығындар жабуға жетпейтін негізі бар ғой. Өйткені 3 набор болды, 3 жинақ робототехника. Балаларға жетіспейтін. Үнемі жаңағы қаржы құя беретін. Содан біраз бір шайдай ма сөйтіп жүрдім, осы жұмысын жалғастырам ба, жоқ. Егер екі ойлап жүрдім ғой. Жалғастырам ба, жоқ, жауып тастайын ба, егер пайда түспейтін болса деген секілді. Бірақ сөйтіп жүрген кезде облыстық робототехника жарысы болады деп көктемде хабарлама келді. Соған оқушыларымның білімін сынап көрейін деп, соған оқушыларымды қатыстырдым. Сөйтсем, сол жерде оқушыларым күтпеген жерден екінші орын алып кетеді ғой, облыс бойынша ше. Содан одан да осы ісімді тоқтатпай ары қарай жалғастырайын деп, сол кезде нақты шешім қабылдадым. Берген білімім нәтиже беріп тұрса, неге жалғастырмасқа деп? Әрине. Содан дипломымды алдым, университеттен оқуым аяқталды. Жұмыстан сол кезде отпуск алдым да жұмыстан шығып кеттім. Сосын тек қана осы іспен келе жатырмын. 6 жылға жуық уақыт болып қалды ғой. Жалпы қазіргі таңда ең бірінші күні бір бөлмелі мекемеден басталған мектеп қазіргі таңда қандай дәрежеге дейін өсті? Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша 2 филиалымыз бар.
негізгі орталығымыз осы жастар паркінің қасындағы ғимараттың бірінші қабаты толығымен біздікі. Сонымен қатар сол ғимаратта қазір шеберхана ашып қойған болатынбыз. Қосымша дүниелер жасағанға лазерлік станоктарымыз бар. Практика жүзінде шыңдайтындай. Иә. 3 принтерлеріміз бар. Сондай құрал жабдықтар негізі барлығы бар десек те болады. Қанша маман жұмыс істейді ол жақта? Негізі жалпы 10 шақты адам жұмыс істейді қазір. 10 шақты маған жұмыс істейді. Олардың жалақысын өзіңіз қамтамасыз етіп отырсыз. Иә. Қанша оқушыңыз бар? Қазіргі таңда 180-нен аса оқушымыз бар. 180-нен аса. Ең үлкен жетістіктері қандай жеткен? Оқушылардың жеткен? Оқушыларымыз негізі жарыстардағы алған жетістіктері ғой негізінен ше. Осы уақытқа дейін барлық оқушыларымыз негізінен республикалық бар, халықаралығы бар, сондай жарыстардан 77 жүлделі орын иеленді. 77 жүлделі орын бар бізде. Соның ішінде айта кететін болсақ, ең ауқымдылары, мысалға, былтыр Қытайда өткен халықаралық робототехника жарысында 2-ші орын иеленді оқушыларымыз. Оны бүкіл Қазақстан бойынша да жарыса жазды. Одан кейін қазіргі таңда облыс деңгейінде емес, халықаралық деңгейде өнер көрсетеді. Иә. Одан кейін өткен аптада ғана First Lego League деген халықаралық жарыс бар. Соның орта азиялық кезеңнен 2-ші орын иелендік. Бұйырса, путевкалар болса, тағы да балаларды жібереміз, егер шетелдерде жарыстар болып жатса. Енді алдағы уақытқа келетін болсақ, қазір 16 оқушымызды жақында Астанада болатын жарысқа жіберейік деп отырмыз. Осы наурыз айында болады. Егер ояқтан да беріп орын алып жатса, тоже шетелге жолдама алады. Жалпы мектептегі оқыту әдістері туралы айта кетесіз бе? Робототехниканы балаларға түсіндіру үшін қандай әдістер қолданасыз? Қандай ерекше тиімді тәсілдер қолданған дұрыс? Негізі біздің мектептің ерекшелігі ол негізінен жалпы робототехника былайша айтқанда баланың өзіне де қызық қой. Бірақ сонда да мектептердегі қолданатын дүниелерін практика жүзінде көре алады да ол біздің сабақтарда. Яғни робототехника деп отырғанымыз ол жаңағы мектептегі бар математикасы бар, физикасы бар, геометрия, информатика сияқты пәндердің жиынтығы болып табылады. Яғни мектептерде олар жаңағы формулаларды тек қана тақтада шығарып немесе дәптерге жазып көретін болса, ал бізде қолмен ұстап, көзбен көріп, сол алған білімін тексере алады. Сол арқылы өзінің білімі усваивать дейді ғой, орысша айтқанда. Жақсырақ усваивать етеді ғой ішім. Сіздер жасанды интеллектпен де жұмыс істейсіздер ғой. Қаншалықты мысалы дұрыс жасанды интеллект? Қазіргі таңда халықтың ойы екіге бөлінген да. Жасанды интеллект дұрыс, ол керек, ол қалай ойлау керек екенін тиімділігін көрсетеді дейді. Ал кейбір тұсы екінші ұшындағы халықтар олар жасанды интеллект бізге қажет емес, себебі адамның ойлауын шектейді. Былайша айтқанда жас өсіп келе жатқан адамды ойландырмай, керісінше ақымақ қылдырады деп айтады. Мысалға, баяғыдағы кезде калькулятор шықты ғой телефондарда. Соның кесірінен, мысалы, адамдар ойша санаудан гөрі сол калькулятормен қарапайым ғана 10 қосу 5-тің өзін, мысалы, калькуляторға жазып көреді. Сондай кері тұстар бар ғой. Ал қазір ChatGPT деген дүниелер шықты, сондай жасанды интеллекттің кесірінен қазір балаларымыз ойланбайды да. Мысалы, тапсырма бересің, бірден анаған жаза салады да, түк ойланғылар келмейді. Сол жағынан өте үлкен минус деп ойлаймын ол жағыша негізінен. Тіпті дос қылып алады. Иә, ондай да бар. Ал егер бір затты үйренуге, мысалы ағылшын ретінде өзің мұғалім ретінде қолдансаң болады, қателерін түзеуге, ол жағынан енді пайдалы. Сондықтан көбіне ойлаймын сол мүмкін балаларға шектеу де керек пе екен қазір. Өйткені бәрі тегін болғандықтан бүкіл сабақтарын қазір ChatGPT-дің көмегімен жасап жатыр ғой балалар. Тіпті дипломдық жұмыстарында қазір білесіздер, студенттердің өздері ChatGPT-ді қолданады. Ал жалпы енді өзіміз жұмыста қолданатынға келетін болсақ, машинное зрение деген бар, мысалы роботтар атом сияқты көру үшін сондай тұстарды біз қолданамыз.
түсінікті. Мысалы кейбір кезде үлкен жобалар жасаған кезде қатесін іздеу үшін кейбір дүниені мысалы Google арқылы іздейтін болсақ сәл ұзағырақ уақыт алады да. Бірақ ана ChatGPT сияқты жасанды интеллект көмегімен іздесек ол тезірек. Сонымен қатар бірақ оның жазған бүкіл ақпаратына сене беруге де болмайды. Біраз дүниелерді қате жазады. Яғни адамдарда критикалық ойлау деген де болу керек. Яғни оның жазып отқаны рас па, өтірік па деген сияқты. Одан да іздеген ақпаратыңыз егер нақты болмаса, онда Google арқылы тағы да бір нақтылап алған жөн деп ойлаймын. Демек, адамның жалпы ниетіне қарай дұрысын пайдалана алады. Иә. Жалпы оқушыларыңыздың жеткен ең үлкен жобасын айтып бересіз бе? Оқушылар жасаған ең үлкен жоба. Ең үлкен жоба. Енді бірнеше жобалар жасаған. Қазір қайсысын айтарымды білмей отырмын негізі. Бәрі ыстық па сізге? Иә. Негізі бұрынғы кездер бірнеше жыл бұрын сол оқушыларымыз алғашқы республикалық жарыстар ғой. Сол кездері ең қызықты жобалардың өзіме, ең ыстық жобалардың бірі біздің сабақ болып жатқан кезде көзі нашар көретін жандар болады ғой, сол кісілер жаңағы бізге келіп, бұл қандай кабинет деп сұраған болатын. Біз робототехникамыз, осындай роботтар жасаймыз деп түсіндіріп бердік. Онда ол кісінің сұранысы бойынша ол кісіге жаңағы браслет керек екен. Үнемі қолына таяқ ұстап жүрген ыңғайсыз екен. Сол үшін маған айналадағы кедергілер жайлы ақпарат беріп отыратын, браслет жасап бере аласыңдар ма деп тапсырыс берген болатын. Сол кісінің сұранысы бойынша оқушылар бірден жаңағы макетін құрастырып шықты. Одан кейін корпусын, және жалпы құрылғыларын жасау бойынша біздің Дәулет ағайымыз бар. Мысалы, университетте бұрын жұмыс істеген. Сол кісіден сұрап бірлесіп браслет жасаған болатынбыз. Яғни ол браслеттің жұмысы, ол жаңағы алдындағы кедергілер жайлы ақпарат берді. Вибрация түрінде. Ол үнемі пиқылдай бермейді, мысалы адамның мазасын алып. Діріл арқылы 2 метр төңірегіндегі кедергілер бойынша ақпарат береді. Сол осы жобалар арқылы олар республикада қателеспесем 2 рет па 3 мәрте ме бірінші орын иеленген болатын. Сол өте сәтті шыққан жобалардың бірі болды. Қазір ол оқушылар Астанаға көшіп кетті. Білімдерін жалпы тағы шыңдап жатыр, иә? Сіздердің оқушыларыңыздың жас айырмашылығы қандай? Шектеу бар ма сіздерде? Негізгі біздің мектеп 5 жастан бастап қабылдайды. Бізде 5 жастан? 5 жастан қабылдайды. Яғни 5 жастағы балалар, олар негізінен код жазбайды, бірақ роботтарын құрастырып болғаннан кейін жаңағы өздерінің жұмыс істейтін орталары бар, суреттер блок түрінде, сурет түрінде, яғни сол жерде өзінің бағдарламаларын жазып үйренеді. Яғни ең алғаш әліпбиін үйренеді ғой робототехниканың. Одан 5 пен 8 жас аралығындағы балалар бізде кіші топта оқиды. Олар негізінен аптасына 2 рет 1,5 сағаттан келеді. Одан кейін 9-дан 14 жасқа дейін біз жоғарғы топқа, старшая группа дейміз ғой, сол жоғарғы жастағы топқа қабылдаймыз. Олардың сабақтары негізінен бізде 3 сағаттан өтеді. Яғни 3 сағаттан бір бағдарламасын жазып, толықтай бағдарламаларда ауқымдырақ болады. Соны толықтай үйренулері қажет. Негізі деңгейлерге бөлеміз біз. Мысалы, ағылшын тілінде болады ғой. А1, С1 деген сияқты. Сол сияқты бізде деңгейлерге бөлеміз. Жалпы 12 деңгейіміз бар. Әр деңгейді аяқтағаннан кейін жаңағы сертификатын иеленеді. Сонымен қатар үлкен топтағы балалар өздерінің жаңағы жобаларын жасап, жалпы дипломдық жоба ретінде біз қабылдаймыз. Өздерінің жобасын біздің алдымызда жаңағы презентациялап, айтып беру тиіс. Сол бойынша келесі деңгейге біз ауыстырамыз. Сосын біздің мектепте әрбір баланың жасаған жобаларын ата-анасына видео түрінде жібереміз. Сол арқылы балалар, мысалы қазір көптеген
технарлар бар ғой, иә бірақ өзін жарнамалай алмайды да, презентациялай алмайды. Сондықтан біз осы бала күннен бастап жаңағы жасаған жобаларын камера алдында сөйлеуді ата-анасына жіберіп отырамыз ғой. Сөйлеуді үйретеміз. Сол арқылы балалар болашақта өзін жақсы презентациялай алатын болады. Жалпы 5 жастан бастап келеді сіздерге, 14 жасқа дейін, Негізі 14 жасқа дейін, бірақ одан да үлкен топтар бар бізде. Үлкен топ. Мұғалімдікке келетіндер бар. Жаңа робототехника қазір жаңа сала болғандықтан өздерінің біліктіліктерін арту үшін информатика пәнінің мұғалімдері келеді. Одан кейін мысалы бізде бұрындары карантин кездері болды ғой. Иә. Сол кездері дәрігерлер келетін көбіне. Жаңа осы робот құрастыру арқылы кішкене миымды тыныштандырып алайын деген сияқты. Өйткені өте қиын уақыттардың бірі болды ғой сол кездер. Жай ғана өздерінің қызығушылықтары үшін келетін үлкендердің де топтары бар негізі. Бірақ негізінен келетін сол 5 жастан бастап 14 жасқа дейінгі балалар бізде. Жалпы баланы ерте жастан робототехника үйреткен, ол қаншалықты дұрыс? Жалпы негізі қанша жастан бастап ол бейімделу керек? Негізі біз 5 жастан аламыз, одан ерте алмаймыз негізінен ше. Бірақ енді осы балаларды негізінен 5 жастан асқаннан кейін әртүрлі кружоктарға беріп көру керек қой. Яғни қай іске оның жаңа икемі бар, қай іске бейім, соған дайындау керек. Қай жағына қызығушылығы жоғары, жоғары сыныптарда сол тек қана сол бағыт бойынша үйрететіндей. Сол үшін ең алдымен сол балаға ертерек бастаған дұрыс негізінен. Бірақ 5 жастан ертерек ол керек емес, 5 жас ең тиімді жастардың бірі болып табылады. Жалпы сіздің мектебіңізде тек техникалық дағдылардан үйрете ме? Тек қана техникалық емес. Бұның ішінде одан бөлек жаңағы робототехника, бұл жаңағы біздің жаңағы робототехникаға келу арқылы балалар жаңағы өздерінің soft skills дейді ғой, сондай дағдыларын да қалыптастырады, жұмсақ дағдыларын қалыптастырады. Яғни бұл жерде егер роботпен байланысты болатын болса, ол жаңағы баланың жаңағы қиялы ой-өрісі дамиды. Яғни ғалымдар дәлелдеген екен, егер балалар қолмен қандай да бір дүниелерді ұсақ моторикасын жақсарту арқылы жасайтын болса, яғни біраз дүниелер қолмен жасайтын болса, онда оның логикасы да бірге дамиды екен. Сондай байланыс бар екен да. Одан кейін балалар робот жасамастан бұрын роботты қандай болатындығы жайлы миында жалпы нобайын келтіреді ғой. Сол бойынша олардың жаңағы визуализациясы дамиды. Одан кейін келесі бізде балалар жеке-жеке өздері келмейді ғой, ол топтармен келеді. Сол арқылы олардың қоршаған ортамен, командалармен, достармен қарым-қатынас дамитын болады. Көбіне жарыстарға баратын кезде командалық жұмыс дағдылары қалыптасады. Жалпы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасын оралайықшы. 2021 жылы сол жобаның жеңімпазы атандыңыз. Жалпы ол Қазақстанның 100 жаңа есіміне енгеннен кейін алдыңызда қандай мүмкіндіктер ашылды? Қандай өзгеріс пайда болды өмірде? Енді Қазақстан 100 жаңа есіміне кіргеннен кейін біз барлық телеарнадан бірнеше рет қана жарнама көрсеткен сияқты көрсете берді ғой, сол арқылы танымалдылық артты десем болады. Көшеге шыққансаң біраз адамдар таниды. Сен анау емессің ба деп па? Қай жерден көрдің сен деген сияқты. Сондай қызықты жағдайлар болған. Енді әрине кәсіпте жүргеннен кейін, содан кейін қазір личный бренд дейді ғой. Сол арқылы адамдардың сенімі артып, көбірек адамдар жазыла бастады біздің мектепке деген секілді. Мектепке келушілердің саны артты. Жалпы бұл жобаға қатысу идеясы қайдан келді? Жалпы 100 жаңа есім жобасына ең алдымен әлеуметтік желілерден ғой, жарнамасын көріп қалған болатын. Негізі оның алдында да біраз таныстарым қатысып ұтып алған болатын. Содан мен де өзім бағым сынап көрейін деп
соған өзімнің жаңағы былайша айтқанда резюмемді жібердім. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін маған хабарласты, осындай жүзің есім жобасына ендіңіз. Сонымен қатар жалпы президенттің алдында сөйлейтін 10 шақты ғана адамның қатарында барсыз деп айтты. Соны дайындаламыз деп. Сөйтіп өзіміздің сөйлейтін сөзімізді бәрін дайындап президенттің алдында сөз сөйледім. Керемет. Жалпы елдегі робототехника жайлы айтсақ, біздің Қазақстандағы робототехника мен өзге елдер, жалпы Қазақстандағы робототехниканың өзге елдермен терезесі теңдігін болмаса кемдігін айтасыз. Қаншалықты иық тіресе алып жатыр, немесе қаншалықты алдыдамыз, арттамыз? Негізі біздің оқушыларымыздың жетістігі жағынан келетін болсақ, яғни білім жағынан келген робототехника бойынша біз басқа елдерден әлдеқайда алдамыз. Өйткені Қазақстан осы әлемдік жарыстардан бірнеше дүркін соңғы жылдары чемпион болып келе жатыр. Басқа мемлекеттер біз сияқты орын алып жатқан жоқ ше. Бірақ мына не жағынан келсек, промышленный дейміз ғой. Сондай робототехника жағынан келсек, өндірістік робототехника. Ондай өкінішке орай біз ондай ешқандай роботтар особо шығып жатқан жоқ қой. Енді дамып келе жатыр әрине. Бірақ сонда да бізге өндіріс жағын да көтеру керек. Өйткені басқа мемлекеттер адам сияқты роботтар жасап жатыр. Адамнан да жылдам жүреді мысалға ше. Біз қашан жасаймыз? Жасауға болады. Біз енді қазір бір роботтың басын жасадық. Денесіне әлі жете алмай жатырмыз сол. Біздің ең үлкен минусымыз қазір инфрақұрылым жоқ. Яғни мен мысалға бір робот жасағым келсе, бүткіл жаңағы қажетті құрал жабдықтарды тізімін жасаймыз ғой. Мотор керек бізге. Моторлар керек, осындай датчиктер керек деген секілді. Оның бәрін не Қытайдан, не Америкадан тапсырыс беріп күтіп отырамыз. Ана бір шамамен 20 күн, бір айдан кейін бірақ келеді. Оның кейбіреу жаңағы роботымызға келмей қалады. Қайтадан тапсырыс береміз. Өте ұзақ қазір. Сол жағынан өте үлкен минус болып тұр ше. Ал егер басқа мемлекетте болсаң, ол жаңағы жақын жерде тұрған дүкеннен бір сатып ала саласың да жасай бересің ғой мысалға. Сол сияқты. Су алып келген сияқты. Иә, су алып келген секілді. Неліктен бізде өндіріс дамымайды? Жалпы оқушылар жан-жаққа барып ұтып жатады. Форумдарға барсақ өте жақсы, өте керемет идеялар айтылып жатады. Мынау ағаш егетін робот, мен осындай жасағым келеді. Бұл үшін мынандай керек деп бәрін жіктеп тұрып айтып береді. Мынау мынандай робот, осылай істегенге керек. Мынау мусор тазалайды, мынау басқасы. Біздің елде су жетіспейді, мынау су тартады деген сияқты дүниелерді, көп нәрселерді айтады. Не керектігін жіктеп жасайды. Сосын кейін форум болған кезде немесе жарыстарға барғанда олар орын алады сол идеямен. Неліктен ол идеяларды жалпы алдыға қарай ойластырмайды? Қалай айтсам болады? Неге көмектеспейді ол оқушыларға? Енді ол жақтың енді нақты себебін білмедім енді. Бірақ енді Қазақстандағы тоже бір минусымыз біздің. Нәтижеге сәл ғана келген кезде тоқтап қаламыз ғой. Көп жағдайда сондай болып қалып жүреді. Ары қарай енді соны тоқтамай дамыта беру керек. Соны ары қарай түбіне дейін жеткізетін бізге мықты жандар керек. Осы робототехника саласындағы жалпы жеке өміріңіздегі болашаққа деген жоспарлар қандай? Енді бұйырса жақында осы шеберханамыз ашқан болатынбыз сол жаңағы олқылықты толтыру үшін. Яғни біздің де өнімдеріміз шығарып, адамдарға қолданысқа қандай бір бұйымдар жасау бойынша, сол бойынша IT технологиялар бойынша қазір енді жоспарларымызға келетін болсақ, сол шеберханамызда балаларға арналған робототехникалық жинақтар шығарсақ деген жоспарымыз бар. Мысалы, сол роботты алып, балалар үйіне алып барып, программасын жазып, қозғалтып, үйрену көру үшін мысалға ше. Әйтпесе
біраз сондай бұйымдардың бағасы өте қымбат қазіргі таңда. Сондай жоспарларымыз бар. Енді ең негізгі жоспарымыз осы мектебімізді ары қарай дамыту ғой. Әлемдік жарыстардан ары қарай орындар алу, чемпион болу. Сонымен қатар негізі басқа да қалалардан ұсыныстар түсіп жатыр. Қашан біздің қаламыздан ашылады сіздердің орталықтарыңыз деп. Именно сіздердің орталықтарыңыз ашылса мен барар едім деген секілді. Енді сол жағында ойластырамыз бұйырса болашақта. Жалпы қандай облыстарда болмаса қай қалаларда ашылуы мүмкін? Жоспарлап отырған, мына жақтан ашсам ғой дейтін. Негізі ең үлкен арманның бірі ол батыс жақтан ашқым келеді негізінен. Себебі о жақтарда қатты көп емес осындай орталықтар. О жақтың да балалары үйрену керек мысалға. Мықты балалар жетерлік. Бізде негізі мектебімізге келіп жүрген балалардың жарыстардан орын алып жүрген балалардың біразы сол ауылдан шыққан балалар ғой. Ең бастысы жаңағы балалардан байқағанымыз жігерлі балалар орын алады. Рухы бар балалар. Ол мысалы тастай салмайды да. Өйткені робототехниканы бірден бола қоймайды жаңағы робот, бірден жүре қоймайды. Оған айлап шыдап, өте үлкен шыдамдық керек. Айлап дайындалады мысалға. Соның барлығына тайсалмай соңына дейін баратын балалар міндетті түрде жеңімпаз атанады бізде негізінен. Жалпы өзге елдермен теңдігін айта кеттік қой жаңа. Жетісу облысы жалпы облыстардың арасында Қазақстан бойынша қай облыс оқпай озық робототехника бойынша? Біздің облыстың орны қай жерде? Негізі біз енді ашылып жатқан кездері Казроботикс деген қазір робототехникадан федерация бар. Солардың жарыстары бойынша ең төменгі орында болатын Жетісу, Алматы облысы болды ол кезде. Ең төменгі орында болдық. Содан біз ашылдық. Қазір біздің қосымша мектептердегі де робототехника мұғалімдері оқушыларында жақсы дайындап жатыр. Сөйтіп барлығымыз бірлесіп осы. Негізі Жетісу облысы соңғы кездері жоғарғы алдағы үштікте деп айта аламын. Себебі жарыстардан ылғи жүлделі орында алады. Қазір командалық есепте роботек деген жарыс бар, мысалы республикалық. Қателеспесем былтырлары мысалы бізден барған Жетісу облысынан барған командалар бірінші орында, екінші орында, үшінші орында алды. Әртүрлі категория бойынша бірақ сонда барлық жүлделі орындар алып, қателеспесем екінші орында тұрдық қой деймін ол кезде. Қазір Алматыда мықты, оңтүстікте мықты. Негізінен робототехника бойынша. Астанада мықты. Айта кеттіңіз ғой жаңа информатика пәнінің мұғалімдері оқушыларына үйрету үшін сіздерден келіп сабақ алады. Бұрын біздегі информатика ол Paint дейтін программа бар ғой. Соған сурет салу болатын. Қазіргі таңдағы информатика қандай? Қазір информатикаға негізі робототехникада ішіне кірген. Яғни өте көп мектептерде негізі робототехника жинақтары бар. Яғни қызығушылығы бар балалар тегін барып сол жерден негізінен үйрене алады ғой. Жалпы осы салада болмаса жеке өміріңізде не ынталандырады сізді болашаққа ұмтылуға, жаңағы қалай айтсам болады, мотивацияны қайдан аласыз, шабытты қайдан аласыз? Мотивация, шабыт деп отырмыз, оның барлығы негізі арманнан пайда болады ғой. Мысалы кейбір кезде өзің армандарың есіңе алмай сөйтіп жүретін болсаң, ештеңе істегің келмейді, осылай жүре бергің келеді. Мысалы бір қалыпты деген сияқты. Ал жаңағы армандарын ойлағаннан кейін олар маза бермей әрі қарай жұмыс істетуге итеріп тұрады ғой. Сол бойынша жаңағы армандар жазып жүріп, соған ара-тұра қарап, өзің бағытыңды анықтап отыру керек деп ойлаймын. Жалпы жеке дамуыңызда қандай кітаптар болмаса адамдар, оқиғалар сізге үлкен
үлесін қосты. Енді ең бастапқы жылдары жаңағы мектеп кезінде алғашқы курстарда осы кәсіп бойынша, мотивация бойынша өте көп кітаптар оқитынмын. Психологиялық кітаптар болсын. Сондай кітаптардың ішінде ең керемет, өзіме ең үлкен әсер еткендерін айта кетейін. Джон Кеханның «Подсознание может все» деген кітабы. Яғни не ойласаң, сол болады. Мысалға, расымен ғой. Мысалы, үнемі жаңағы кредитті ойлай берсең, кредитің көбейеді деген сияқты дүние ғой. Мысалға, сол кітап болды. Одан кейін негізі кітап оқуға деген қызығушылық болу керек негізі адамда бар ғой. Өйткені қазір енді кез келген білімді, жаңа бағана айтқанымыздай ChatGPT-ні деп кез келген жерден ала аламыз. Интернеттен. Бірақ оның ешқандай жаңағы құны жоқ та. Ал егер кітаптан алсаң, сен миыңның бүкіл бөліктері жұмыс істеп, өзіңе қабылдауың арта түседі. Сол үшін кітап арқылы оқыған 1000 есе жақсы. Жай интернеттен оқи салғаннан гөрі. Тағы бір айтатын кітабым, сондай кітап оқуға деген қызығушылығымды артқан. Өз бала күнімде сол маған Астанада ма, жоқ Алматыда ма бір кісі кітап сыйлаған болатын. Махаббат қызық мол жылдар деген. Өте Әзілхан Нұршайықовтың өте керемет кітап. Сол кітаптан бастап оқыдым. Сонымен тоқтай алмай кеттім ғой. Сол жаңа «Подсознание может все» деген кітап керемет. Кәсіп ашу бойынша «От хорошего к великому» деген кітаптар бар, мысалы, кәсіп бойынша. Абай жолын міндетті түрде оқуымыз керек енді. Біздің классикамыз ғой. Үйде әжептәуір сөре бар кітаптармен, Иә. Жалпы мүмкіндігіңіздің шектеулілігі қаншалықты қиындықтарға алып келді? Қаншалықты қиын болды осы салада жұмыс істеу? Негізі өзім басында сондай отырып істейтін жұмыстарды, бір орында отырып істейтін жұмыстарды ойластырған болатынмын. Енді өзім жаңа қызығушылығым осы болғандықтан осы IT саласына бұрылып кеттік қой. Енді басында енді негізі қиындықтарға келетін болсақ, жаңағы оқушыларды оқыта бастадым ғой. Сол кезде енді басынан негізі әрбір оқушының жанына түсіндіру керек, кейбір нәрсені түсінбей тұрады да, мысалға ше. Жанына түсіндірейін десең, оны түсіндіре алмайсың. Бірақ енді біраз уақыттан кейін үйреніп кетті негізі. Балалардың бәрі өздері жүгіріп жүреді. Сосын үйретіп, қазірде өз оқушыларым бар. Көп бала алмаймын негізі. Нақты программалау бойынша, жобалар жасау бойынша бір 5 оқушым бар. Соларды үйретіп жобалар жасаймыз. Енді қиындықтарға келетін болсақ, енді қиындықтар біраз болғанша, бірақ оның қатты ойламағаннан кейін біраз ұмытылып кетті негізінше. Қиындықтарға андай мойымай, оларды ойламауға тырысасыз. Иә. Егер оны ойласаң, сол саған бір үлкен бір дүние сияқты көрінеді ғой, мысалға. Енді керек қылмай, ойламай қойсаң, ұмытылып кетеді. Жалпы өзіңіз сияқты қалай айтсам болады, саланы бастайын деп жатқан, мейлі ол робототехника болсын, болмасын, бастайын деп жатқан, басында сіз айтқан сияқты екі ойлы болып жүрген адамдарға қандай ақыл кеңес бересіз? Енді қазіргі көбіне жастар кішкентай дүниеден бастағылар келмейді. Мысалы, бірден үлкен ресторан ашам дейді, үлкен мектеп ашам дейді, мысалға ше. Соны ашпастан бұрын ең алдымен азғантай ғана дүниеден бастап көру керек. Мысалы, қолда бар дүниемен бастап көру керек қой. Егер ол іс өзіңе ұнайды ма, ұнамайды ма, ол іс егер өзіңе ұнамайтын болса, онда мүлдем керек емес ол іспен айналысып деген сияқты дүние ғой. Егер сол істі нақты шешіп алған болса,
онда сол азғантай дүниеден бастасын. Мысалы мен жаңағы мектеп ашу үшін ең басында жеке адамдарды мен оқыта бердім, иә. Ол үшін ешқандай арендада алған жоқпын. Тіпті өзім құрал жабдықтарымда болған жоқ, мысалға ше. Сондай кез келген дүниені кішкентайдан бастауға болады негізінен. Мүмкін кейбір адам саудамен айналысқысы келетін шығар. Қазір енді ғаламтор заманы ғой. Бір Инстаграмды ашсаң ғана болды. Соған жарнама беріп, тез ақ қана кез келген кәсіпті тестілеп алуға болады деп ойлаймын. Қолыңнан келсе, қолыңшыңнан бастайсың. Әрине. Біздің қонақжай студиямызға келгеніңізге үлкен рахмет. Сырлы сұхбат бөлістік деп ойлаймын. Істеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Табыстарыңызға береке тілеймін. Рахмет, сау саламатта болыңыз. Жақсы.